Қайырлы күн, жас дос, қалайсыздар? Егер сіз қазақ түрік лицейіне, қазіргі атауы білім инновация лицейіне түскіңіз келсе, соған құжат тапсырған болсаңыз, онда сіз дұрыс видеоны дұрыс уақытта қарап тұрсыз. Ал енді қандай шарттар бар екенін түсіндіріп өтейін. Біріншісі, сіз 6 класс оқушысы болу керексіз. Яғни сіз 7 класс, немесе 5 класс емес, 6 класстың оқушысы болу керексіз. Екіншісі, құжаттарды қабылдау күні. Бұл жалпы 26 сәуірге дейін. Мен бұны 2 жыл бұрынғы ақпаратпен көрсетіп тұрмын. Неге? Себебі әр жылы сол айдың сәуірдің соңына қарай. Яғни бірде ол 27-28-ге түсуі мүмкін, бірде ол 28-29-ға түсуі мүмкін. Ауысып отырады. Бірақ бұл видео ұзаққа сақталатын болғандықтан мен алға деп ескертіп қойып отырмын. Дұрыс ма? Яғни сіз мына даталармен шатасып қалып жүрмеңіз. Яғни бізде қашан? Бірінші тур 27-28 сәуір, яғни сәуір айының соңында, бірақ тестке бір күн қалғанға дейін құжат қабылдана береді. Ал екінші тур 18-19 мамыр, яғни мамыр айының соңында болады. Осы екеуінің аралығында 18-іне бір күн қалған кезде 17-сі күні сізге қоңырау шалып ескертеді. Сіз екінші турға өттіңіз. Сіз екінші турға өтпедіңіз. Яғни 28 сәуірден кейін екінші турдың уақытын күтіп жата беруге болмайды. Дайындықты күшейту керекпіз. Енді тап қазір қалай болады? Биыл 2020 жылы бірінші тур 18-19 маусымда болады. Ал құжат қабылдау 17 маусымға дейін жүре береді. Құжатты электронды түрде тапсырасыздар. Биыл емтихан KZ сайтында ол көрсетілген. Сонымен қатар, бірінші турдан кейін 25 маусым күні өзіңіздің жеке сілтемеңіз арқылы ол мектепке екінші турдан өттіңіз бе, өтпедіңіз бе, соны анықтай аласыз. Одан кейін екінші турымыз 28 маусым болады. 28 маусым күні тапсырғаннан кейін қорытындысын 6 шілде күні жариялайды. 6 шілде күні сізбен біз сіздің оқуға түсті деген жаңалығыңызбен қуануымызға нәсіп етсін. Ал енді толығырақ әр турда қанша сұрақ болады, қанша минут береді, қалай болатын келесі видеодан көре аласыз. Бірінші тур қалай өтеді? Сізге математика, логика пәнінен 40 сұрақ, қазақ тілінен 10 сұрақ, тарихтан 10 сұрақ. Тарих ол Қазақстан тарихы. Бізде кейбір оқушылар дүниежүзі тарихынан дайындалған екен. Сондықтан маған анықтап алу керексіз. Яғни сізде барлығы 60 сұрақ береді және 100 минут береді. Орташа есеппен сіз мына пәндерге 10 минуттан жұмсасаңыз, әр сұраққа 1 минуттан 10-20 минутты қазақ тілін тарихқа арнауыңыз, қалған 80 минутты математика мен логика арнауыңыз. Яғни әр сұрағыңыз сізде 2 минут кету керек. Кейбір сұрақтарды жылдамырақ шығарсаңыз, логиканы ұзақ уақыт қалады. Енді қараңыз. Бізде математика, логика қалай өтеді? Ол жерде ешқандай реті айтылмайды. Яғни алғашқы 20 сұрақ математика, кейінгі 20 сұрақ логика дейді. Сізде бірінші сұрақта логика мүмкін, бірінші сұрақта математика мүмкін. Яғни логика мен математика араласып тұрады. Сіз ол есепті оқыған кезде бұның қай пәннен келгенін өзіңіз анықтайсыз. Сонымен қатар бізде варианттар бір беріледі. Оның ішінде қазақ топ, орыс топ деп бөлінбейді. Яғни сіздің нұсқаңызда қазақша теңдеуді шешіңіз, орысша решите уравнение. Және астында теңдеу тұрады. Түсініп тұрсыздар ма? Қазақ топқа да, орыс топқа да бірдей. Математика, логика біткен деген қазақ тобына қазақ тіл деп тұрады. Сосын келесі бетті ашсаңыз, орыс тобына қазақ тіл деп тұрады. Содан кейін бар тарих тұрады бізде. Бірінші турдан сүрінбей өтсеңіз, сізді екінші турға қабылдайды. Екінші тур сәл өзгешерек болады. Бірінші турға барлық өтініш берген адамдар қатыса алады. Екінші турға тек олардың жартысы ғана бара алады. Қазақ тілінің сұрағы Назарбаев зияткерлік мектебінен айырмашылық бар. Мысалы, Назарбаев зияткерлік мектебінде оқу сауаттылығын анықтау мақсатында текст беріліп, оқып соған жауап берсеңіз, бұл жақта олай емес. Яғни сізге белгілі бір сұрақ қойылады, осы сөйлемнің ішінен сан есім табыңыз десе, сіз соған жауап бересіз. Ал тарих өздеріңіз білетіндей 5 нұсқамен сұрақтар қойылады, өзіңіз жауап бересіз. Назарбаев зияткерлік мектебінен айырмашылығы бұл жерде 5 жауап болады. Яғни 5 жауаптың ішінен сіз бір дұрыс жауап таңдайсыз. Назарбаев зияткерлік мектебінде бізде 4 дұрыс жауап болады, соның біреуін таңдайтын болдық па? Ал бұл жерде ерекшелігі осында. Ал енді екінші турға келсек, екінші турда бізде математика, логика пәнінен 55 сұрақ, қазақ тілінен 10 сұрақ, тарихтан 10 сұрақ. Барлығы 75 сұрақ қойылады, және сізге 120 минут беріледі. Негізі екінші турға дайындықты біздер тоқтатпау керекпіз. Сіз бірінші турға тапсырғаннан кейін келесі күні дайындықты күшейте беруіңіз. Сіз ол мектептің бірінші турына өтсеңіз де, өтпесеңіз де. Себебі бізде бір күн қалған кезде
звондайды, сіз өттіңіз немесе өтпедіңіз деп. Бірінші турда барлық бала тапсырады, оның ішінде 5-ке оқитыны, 4-ке оқитыны, 3-ке оқитыны, 2-ке оқитыны барлығы тапсырады. Сол жерден іріктеледі. Ал екінші турда тек қана жарыс өткендіктен кейін ол жерде конкуренция сәл жоғары. Яғни сіздер бұрынғы көппен бірге тапсырмайсыз, сіз сияқты жоғары жинай алған балдармен бірге тапсырасыз. Бұл жерде сұрақтар өзгермейді, сол формат, тек сұрақтың саны сәл көбейеді, кішкене минут қосылады. Және сіз сияқты мықты балалар келеді. Екінші турдан сүрінбей өтіп, оқуға түсіп кетуіңізге тілектеспін.